Теодор Роберт Тед Банди лақабатымен танымал 1970 жылдары бірнеше штатта белсенді болған эфебофилді және некрофилді американдық сериал өлтіруші. Ол ақш тарихындағы ең атақты сериал өлтірушілердің бірі болып саналады. Банди Вермонт қаласында Луиза Коэлдің отбасында дүниеге келген. Оның әкесінің кім екені белгісіз. Өмірінің көп бөлігінде Банди атасы мен әжесі Самуэль мен Элеонораның қолында өсті. Ал Луиза оның үлкен әпкесі екеніне сеніп өсті. Ол Луизаның анасы екенін колледж жылдарына дейін білмеді. Бұл Луизаны некесіз ана болған үшін әлеуметтік стигманы болдырмау үшін жасалды. Ол Луизамен бірге Филадельфиядағы бір үйде тұрды. Онда Луиза Бандидің тегін Коэлден Нельсонға ауыстырады. Кейінірек екеуі Вашингтон штатындағы Такомаға көшкен кезде Луиза жергілікті шіркеуде Джонни Калпеппер Банди есімді адамды кездестіреді. Көп ұзамай олар үйленді және Джонни оны асырап алады. Осылайша оның тегін Банди деп өзгертеді. Джонни Бандиге жақсы қарады. Оның ішінде кемпингтік сапарларда және басқа да ашық іс-шараларда ол өзінің және Луизаның балаларымен жиі уақыт өткізетін. Осыған қарамастан Банди өгей әкесінен алыста қалады. Орта мектеп кезінде Банди өз жасындағы басқа балалардан жиі оқшауланған. Ол жасөспірімнің әлеуметтік мінез-құлқын түсінбейтін сияқты, бірақ оны қолдан жасау дағдысы болған. Бұл оған бейімділігін көрсетеді. Бірде ол былай деді: "Мен не нәрсенің қиынға соғатынын білмедім. Адамдардың дос болғысы келетінін білмедім. Мен адамдарды бір-біріне не тартымды ететінін білмедім. Мен әлеуметтік желілерде не жатқанын білмедім." Дәл осы уақытта Банди ұрлықпен айналысуға мәжбүр болды. Ол әдетте шаңғы жабдықтарын ұрлап, спортқа деген қызығушылығын қолдау үшін шаңғы билеттерін қолдан жасаған. Колледжде Банди психологиялық зерттеулерді оқыды. Ол әртүрлі жұмыстарды жұмыс істеді. Мысалы, азық-түліктерді қаптау, сөрелерді жинау және өзіне өзі қол жұмсау жөніндегі сенім телефонда жұмыс істеді. Осы уақыт ішінде ол жазушы Энн Рульді кездестіреді. Онымен дос болады. Кейінірек Энн Банди туралы жағымды бейтаныс адам атты өмірбаян жазады. Сонымен қатар нақты қылмыс туралы кітаптар жазады. Олардың бірі Грин өзеніндегі өлім туралы болды. Пісіп жетілмегендік пен амбицияның жоқтығын алға тартқан студентпен ажырасқаннан кейін Банди депрессияға түсіп, оқуын тастап кетеді. Ол Берлингтонға оралады және мемлекеттік жазбаларды іздеу арқылы өзінің шын ата-анасын табады. Вашингтонға оралған Банди Нельсон Рокфеллердің президенттік науқанының менеджері болады. Ол Вашингтон университетіне психология мамандығы бойынша оқуға түсіп, профессорлар мен студенттерге ұнайтын құрметті студент болады. Банди тұлғасы үлкен парадигмалық өзгерістерге ұшырайды. 1974 жылы 4 қаңтарда Банди өзінің алғашқы расталған кісі өлтіру әрекетін жасайды. Ол Вашингтон университетінің студент қызының жертөледегі жатын бөлмесіне кіріп, оны ұйықтап жатқанда ұрып-соғып, жыныстық зорлық-зомбылық жасаған. Ол аман қалды, бірақ миына тұрақты зақым келеді. Келесі 4 айда ол 3 студентті өлтіреді. Олардың біреуі 31 қаңтарда Вашингтон университетінен, біреуі 12 наурызда Эвергрин штаттық колледжінен және 17 сәуірде орталық Вашингтон штаттық колледжінен. 4 шілдеде Банди өзінің құрбысы Лиз Клоффермен Якима өзеніне барып, қайықтан оны итеріп жібереді. Клоффер аман қалып, қайыққа қайтып оралады. 10 күннен кейін 14 шілдеде Банди Саммамиш көліне барады. Онда ол демалушылардан көмек сұрау үшін британдық акцентке еліктеп, қолына жалған гипс тағып, Джанис Отт пен Денис Наслунд екеуін өлтірмек болады. Біреуін зорлап, екіншісін өлтірген кезде қарауға мәжбүрлейді. Олардың қаңқалары 12 маусымда жоғалып кеткен Вашингтон университетінің студенті Джорган Хокинспен бірге көлден 4 миль қашықтықтағы қараусыз қалған жолда 6 қыркүйекте табылады. Отт пен Хокинстің басы жоқ болып шықты. Көптеген куәгерлердің негізінде билік күдіктінің нобайын жариялайды. Өзін Тед деп атаған және қоңыр түсті Volkswagen Beetle көлігін басқарғаны белгілі болады. Банди туралы хабарлаған адамдардың арасында оның психология профессорларының бірі Энн Руль болады. Оның әдепті студент ретінде атағы шыққандықтан полиция олардың кеңестеріне мән бермеген. Банди 2 қыркүйекте Юта штатындағы Солт Лейк Ситиге көшеді. Онда Юта университетінің заң колледжінде оқуын жалғастырады және Иса Масихтың соңғы замандағы әулиелер шіркеуінің мүшесі болады.
Бірінші семестрде ол тағы 4 әйелді өлтіреді. Оның бірі полиция бастығының қызы болып шығады. Келесі семестрде 1975 жылы ол тағы да 4 әйелді өлтіреді. Оның 3-і Колорадодан табылады. 4-шісі 13 жасар Линет Калвер болды. Ол Айдахо штатының Покателло қаласындағы мектеп алаңынан ұрланып, қонақ үй бөлмесіне жеткізіліп, зорлап, ваннаға тұншықтырылып өлтірілген. Банди жазғы демалыс кезінде тағы бір қызды, 15 жасар Сьюзан Кертисті өлтіреді. 16 тамызда ол полиция қызметкеріне тоқтамаған соң артынан қуылып ұсталады. Офицер көлігінің ішінен қолғап, лом, қол кісен және ұрлық құралы деп күдіктенген басқа да заттарды табады. 1976 жылы 1 наурызда ол 1974 жылы Юта штатында полиция қызметкері болып көрініп, ұрлауға әрекеттенген Кэрол Дарнчты ұрлаған үшін 1 жылдан 15 жылға дейін бас бостандығынан айырылады. 1977 жылы тергеушілер Бандиге 1975 жылы қаңтарда тау шаңғысы сапарында жоғалып кеткен Керен Кемпбеллді өлтірді деп айыптауға жеткілікті дәлелдер табады. Кейін Питкен округінің сот ғимаратында Бандиге сот ғимаратының кітапханасына баруға рұқсат етіледі. Сол жерден ол терезе арқылы қашып кетеді, бірақ қайтадан қамауға алынады. Ол Гленвуд Спрингс түрмесіне орналастырылады. Ол 1977 жылы 30 желтоқсанда түрмеден қашып кетеді, Чикагоға барады. Содан кейін Ан Арбордағы Мичиган университетінде және Атлантада біраз уақыт өткізгеннен кейін 1978 жылы 8 қаңтарда Флорида штатындағы Таллахасси қаласына қоныстанады. Онда ол дүкен тонау және әмиянды тартып алу арқылы өзін қамтамасыз етеді. 1978 жылы 5 қаңтарда Банди өзінің кісі өлтірулерін 2,5 жылға жуық уақыт ішінде жасайды. Ол Флорида штатының университетіндегі Чи Омега тобына кіріп, Лиза Леви мен Маргарет Бауман деген студенттерді зорлап, тұншықтырып өлтіреді. Тағы 2 студентке шабуыл жасайды, бірақ олар аман қалады. 1978 жылы 9 ақпанда Банди өзінің соңғы кісі өлтіруін жасайды. Ол 12 жасар Кемберли Личті мектебінің сыртында ұрлап, зорлап өлтіріп, мәйітті қараусыз қалған шошқа сарайына жасырмақ болады. 15 ақпанда таңертең ол ұрланған көлікті басқарған үшін қамауға алынады. Соңында Банди 2 өлім жазасына кесіледі. Біреуі сериал кісі өлтірген үшін, екіншісі Кемберли Личті өлтірген үшін. Банди 12 мен 26 жас аралығындағы брюнетка кішкентай қыздардың санағы алған. Құрбан болғандардың барлығы не колледжде немесе университет өкілдері болған. Жәбірленушілерін іздестіру кезінде ол көп мөлшерде алкогольді ішетін болған. Оның құрбандарды ұстау әдісі әртүрлі болды. Кейде үйлерін тонап, ұйықтап жатқанда ұрып соғатын, кейде айла шарғы қолданатын. Соңғы әдіс Банди үшін сәтті болды, өйткені әйелдер оны үнемі әдемі және сүйкімді деп санады. Шындығында бұл әдіс тіпті олар бұл аймақта сериал өлтіруші бар екенін білсе де, әйелдерді тапа-тал түсте сәтті ұрлауға мүмкіндік берді. Оның бет-әлпеттері де ерекше болды, яғни тартымды болды. Ол құрбанының сеніміне кіру үшін тіпті полиция қызметкері немесе өрт сөндіруші болып алдайтын. Кейде Банди жалған гипс қолданады. Қолын итарқаға салып, немесе әлеуетті құрбанның жанашырлығын көрсету үшін балдақтарды қолданады. Ол олардан қандай да бір көмек сұрайды. Мысалы, көлігіне бірдеңе салуға немесе бағыт сұрауға көмектесу. Содан кейін олардың басынан ломмен ұрып, көлігіне итеріп жіберіп, қолдарына кісен тағып тастайды. Оның алғашқы шабуылдары оны зорлауды, содан кейін оларды ломмен өлтіруді қамтиды. Жәбірленушілерді зорламас бұрын, ол олардың киімдерін шешуін талап етеді. Ол кейінірек өз құрбандарын тұншықтырып өлтіретін, және кейде олардың бас сүйектерінің бірнешеуін олжа ретінде сақтай отырып, өлгеннен кейін бастарын кесетін. Банди Тейлор тауында көмген құрбандарына жиі баратын. Ол мәйіттерге макияж жасағанын, олармен жыныстық қатынасқа түскенін мойындады. Банди сонымен қатар қылмысты еске алу тәсілі ретінде Polaroid камерасымен түсірген құрбандарының фотосуреттерінің жинағын сақтаған.